сөйлем арқылы бүгінгі тақырыпты болжап шығарайық. Кім деп ойлайсыздар тақырыптағы? Не суреттер, кімдер, не себеп, неге қатысы бар? Кім айтқысы келді? Кетті. Кім? Кім? Бірінші Геродот. Ары қарай Шоқан, Уалихан. Мыналар кімдер? Қай қалалардың символдары айтыңдаршы? Нью-Йорк, Америка, Лондон, ары қарай Париж. Бұл нені білдіреді? Әртүрлі елдер. Мынау не? Автобустағы балалар қайда барады? Саяхатқа. Сонда қалай ойлайсыздар? Ол саяхатқа неге байланысты болып тұр? Саяхатқа байланысты болып тұр ма? Жақсы, олай болса қарайық. Дәл таптық па, таппадық па? Кім екен? Дұрыс таптық па? Дұрыс па? Туризм емес. Саяхат. Өте жақсы. Олай болса тақырыбы жаза қойыңыздар. Күннің жарты тақырыбында жаза қойыңыздар. Ұлы саяхатшы, яғни саяхат тақырыбының келесі бір сарымшасы. Біздің қайғымызға дейінгі 484 жыл деп саналады. Оның отаны Галиакарнас қаласы. Лақап аты осыдан шыққан Галиакарнасты Геродот. Ол текті және өте ауқатты отбасынан шыққан. Саяхатшы болғанда ауқатты отбасыдан шыққан. Тағы несін? Қай елдердің аттары аталды ма? Көп елдерді аралаған екен, тағы бір ерекшелігі бар. Енді осы сабақты мәтінді байланыстыра отырып, бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығады, қарап жібере қояйық. Осы тыңдалған мәтіннің мазмұны негізінде сұрақтарға жауап береміз. Міне сіздер басталасыздар, керемет. Көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіреміз алдағы уақытта. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білеміз. Төл сөздер төл сөзге айналдырамыз, иә? Бүгінгі сабағымыз мақсаты шықты. Олай болса тәсілдерді тапсырмаймыз. Жаңа ғана біз видеоролик көрдік қой, осыған байланысты не отырған? Дұрыс па, бұрыс па? Қасына белгісін қоя қойыңыздар. Және тақтамен тексере қоямыз. Тезете қойыңыздар. Осы қағазға жаза қойыңыздар. Қасына плюс қоя қойыңыздар. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс деп ойлайсыз. Тезете ғой, қасам. Дұрыс, және бұрыс. Тезете қойыңыздар. Сосын бір-бірден жеке-жеке жауап береміз. Іштегі ат жаздың қажет емес, тек қасында сұрақ жауаптыр, қасында плюс, бұрыс болса бұрысқа, плюс болса бұрысқа, плюс қойыңыздар. Жаңа ғана тыңдалған видео бойынша. Апаймен бірінші қойын. Бәрі ішінде. Птичка ма? Плюс деп шешті, плюс деп болды. Дұрыс деп жазып отыру, сон плюс. Зерттеулер туралы білдік. Қайтай болар зерттеді. Және ол шалғай жерлер деген әңгіме айтылды. Шалғай деген мағынасы қандай болды? Алыс. Тағы. Молодец. Төртеуін жасадың. Керемет жарайсың. Болып қойған сияқтымыз, иә? Не бола болып отыр? Жасап отырған сияқты. Тағы жүзе қойып. Бұны тез жасаймыз. Осыдан кейін осы тапсырманы біздер қазір жіліктеп тұрып талдаймыз. Ол үшін әуелі біріміздің біріміз тізбекпен оқимыз, сөздерді түсіндіреміз мағынасын, сосын түйінді сөздер ішінен табамыз. Жақсы, кім бастайды бізде? Азамат бастайық. Бір мектепте қос ғалымның география мен тарихын негізі салған Геродоттың шыққан тегі кіші Азиядан екен. Ол біздің заманымызға дейінгі 484 жылдары дүниеге келген. Біздің заманымызға дейінгі 425 жылдары шамасында қайтыс болған. Нұрдан оқимын. Ол өз ғұмырында кіші Азияны шарлап шықты. Вавилон мен Финикияны келінге айландырды. Балқан төмегіндегі Грекияның сан түрлі шаһарларын аралады. Қара теңіз жағалауында аш қалдырды. Афинада ұзақ ғұмыр сүрді. Бөлім жарайсың. Геродот жазбалары ежелгі әлемнің нағыз энциклопедиясы. Ол сияқты ғұмырын саяхатқа арналған адам жоқтың қасы. Білуге деген әуестігі мен адам ниеті.
Мирас. Геродот дәуірі мен біздің арамызда болып тұрған бірнеше ғасырда әлем ертегіде, халықта және елде тарихы танымастай өзгерді деп санауға болады. Қандай да қорытындылар жасауға болады. Бірақ көшпенді тайпалар тұңғыш рет Қара теңіз жағаларында бұдан 2000 жыл бұрын пайда болды деген тұжырыммен ешкім дауласа алмайды. Саяхатшы жазған мәліметтер әлемдегі бірқатар елдердің тарихын, салт дәстүрлерін жаңғыртып жазуды басты құндылық болып саналады. Қазіргі уақытта тарих ғылымындағы ашылып жатқан тың мәліметтер де Геродот жазбаларының шынайылығын толық растап отыр. Әркім өзінің есінде қалған осы мәтіндерде біздер ауызша мазмұнда. Біз осы ой оқып шықтық көзімізден. Жақсы. Қандай мәлімет есіңізде қалды? Айбек айта қойшы. Қандай мәлімет есіңде қалды? Геродот ол біздің заманымызға дейін 484 жылдары өмір сүрген. Дүниеге келген. Жақсы. Және қай жыл дүниеден өткен дейді? Азамат. Біздің заманымызға дейінгі 25 жылы. Жақсы. Тағы қандай мәліметтер алып қалдыңыздар? Кезекте қояйық. Гүлім, сен қандай мәлімет есіңде қалды? Ол кіші Азияны шарлап отыр. Молодец, жарайсың. Малика, сен қандай мәлімет есіңде алып қалып тұрсың? Афина қаласында да өмір сүрген екен. Мирас, жақсы, жарайсың Малика. Мирас, қандай мәлімет есіңде қалды? Тайпалар Қара теңіз жағалауында 2000 жыл бұрын пайда болды деген мәліметті зерттеді, иә? Дұрыс. Қай тайпаны айтып тұршы? Тайпаны атын айтыңдаршы. Қай тайпаны айтып Скиф, яғни сақтар тайпасы тұрған мәліметшіні айтың. Өте жақсы. Мәлімет тауып тұрды. Ары қарай кім айтамын? Хасан, сен қай мәлімет есіңде қалып тұрды? Тез жоқ. Қай мәлімет есіңде қалды? Тез. Ол қазіргі Украинада Украина істеді? Ол қазір Украинада шығып кеткен құпия Тайпалардың құпиясын зерттеді. Жақсы отырған. Мұрагер, сен қандай мәлімет есіңде қалды? Геродот Афинада ұзақ өмір сүрген. Жақсы, бұл мәлімет бізге айтылды. Тағы кім айтамын дейді? Манас, сен есіңде не қалып отыр? Айта ғой тездетіп. Геродоттың шыққан жері кіші Азиядан. Жоқ, шыққан дейін. Ол не істеді? Кіші Азияны не істеді дейді балалар? Көп елдерін аралады. Жақсы отырағы. Тағы қандай тың мәлімет қалып қойып тұр? Қарап отқан бала бар ма? Тағы Шахназ ден таптың, иә? Геродот Мысыр пирамидасын зерттегеннен кейін Геродот болды. Одан кейін Геродот болды дейсің ба? Ең алғашқы сипаттаған да Геродот болды дейді, иә? Мысыр яғни отырағы. Жарайсың, мәлімет тауып olsun. Мысыр яғни қандай пирамидалар? Египет пирамидаларында зерттеуге атсалысқан тұлға екен. Өте жақсы, жарайсыңдар. Олай болмаса балалар, осы шығарманың ішіндегі түйін сөздер, негізгі сөздер тауып алайықшы. Өздеріңіз ойлаңыздар. Жаңа сіздер мазмұндағанда айтып шықтыңыздар біраздарыңыз. Қандай түйін, негізгі түйін сөз деген негізгі мәлімет қылып кеттік. Бірінші мәлімет. Жоқ, мәлімет. Бірінші мәлімет. Қандай? Кіші Азиядан шыққан деп ойлайсың. Ары қарай тағы. Молодец. Түйінді сөздерден тасырмаға қарап алайық. Жазып алдық. Тақтадан тез түйінді сөздер, тасырмаға түйінді сөздер, яғни негізгі мәселелер. Так, оқи қояйықшы. Нұрайым оқыш. Бірінші не дейді? Бірінші түйінді сөзіміз не болды? Біздің заманымызға дейін 484 жылы, 425 жылы өмір сүрді. Негізгі мәлімет айтылды ма жаңа? Жақсы. Ары қарай келесі мәліметті айтамын дейді бізде. Хасан. Дұрыс. Осы мәлімет айтылды ма жаңа бізде? Мазмұндағанда айтылды, жарайсың. Мирас. Жаза беріңіз бала, жаза беріңіз. Дұрыс. Кіші Азияны шарлады. Дұрыс. Жақсы. Және Шахназ Арман дейді. қызықты мәліметті Қалдырды. Сағына қандай тайпа дедік? Біздер өзімізге қатысы болатын. Скифтер, дұрыс, мағанат өте жақсы. Және олар қай жерді мекен етеді? Ислам тағы қай елді мекендеген сақ скифтер туралы? Украина. Жарайсыздар. Қысқаша жазып аламызды. Әдемі тасырма бірдейміз, қатесіз, астасына сақтап, әдемілеп жазып аламыз. Көркем жазумен. Мазай мама, жақсы.
Жақсы, енді балалар осы мәліметтерді, түйін сөздерді тапты. Және сіздердің мазмұндаған сөздеріңіз бойынша біздер қазір тапсырма орындаймыз. Бұл ауызша болады. Себебі біздер жаңа осылай жазып жатырмыз, иә? Қолдарымызды қалыптастырып алып, енді ауызша тапсырма орындайық. Тақтаға бар, сұрақты алайын, оғындырма. Ана тақтаға бар ғой. Қазір біз ұшақты ұстап аласың, ұшақты ұстап дейсің. Дұрыс жауабын апар. Қайда ұшақты ұстап. Қайғына апарасың, дұрысқа апарамыз ба, бұрысқа апарасың ба? Жауап қайда? Тез тап. Неге? Қайда? Дұрыста ойлан. Екінші. Дұрыс. Апар шешін заманеттен қозға. Қазір шықсын сөздер шығу керек. Дұрыс. Дұрыс болу керек. Орын ауысып кетті, сұрақымызды техникалық. Негізі ислам дұрыс жауап беріп тұр, орын ауысып кетті, жауап отыра ғой. Геродот өз еліне ғана саяхат жасап, кім жауап береді? Үш түстеш себебі тақтамен бірге істеу керек. Үш саяхаты Египет, грек, парсы елдері саяхат жасап, дұрыс па? Дұрыс. Соғып кетті дейді журналист. Жақсы. Келесі тиістен ғой. Тарихшы қарапайым отбасынан шықсаң қот істеу ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Геродот өз еліне ғана саяхат жасады. Қайсысы? Дұрыс па? Борос, молодец, отыра ғой. Келесі сұрақ астынан шықтың. Міне енді шықты. Ислам тұрып айту ғой. Саяхатшының еңбегі тарих деп аталады. Дұрыс. Сізде қайсысы? Дұрыс қатқа тауы көріп бізге. Бара ма екен? Асқа. Ой, жарайсың. Ислам алды ақырын қойды. Жарайсың. Келесі сұрақ. Болды ма біздер? Әлемнің толық сипаттамасын басқа да зерттеушілер жасаған. Кім жасап соны? Мана сен не деп ойлайсың? Орнынан тұрып айта қойшы. Бұрыс деп ойлаймын. Жақсы, апарып көрейік. Жауаптар шықсын дейді. Не істейміз екен ал? Манасының жауабын тыңдап көрейік. Ой, жарайсың. Мінекей, балдар көршілеріңді ауыстыр. Тақ, бірақ. Әрине дұрыс қыл жазамыз. Бірден дұрыс қыл жазып отырамыз. Ескіріптерді сақтаймыз, яғни бірінші жазбаша, екінші ауызша. Үшеуің болғаннан кейін барып қол көтерейік, бірімізді кедергі етеміз. Үшеуің құрай беріңіз. Екінші, аппақ қар деді неге Айман? Көктем мен жақсы, Марат, мезгілін деді көремін. Жарайсыңдар. Дұрыс сөйлемді аяқсады. Жақсы. Дұрыс, мен қас көйсін шақ көшешін. Адамат басатпен жазып өткен. Басат. Басатты кешірісін. Жарайсыңдар. Есть дело,